Сәлем достар, сіздермен бірге Асқар. Бұл Mobarmi School'дан. Бүгін біздер өте маңызды тақырыпқа айтатын боламыз. Бұл видеоны сіз соңына дейін көрсеңіз, сізге ол міндетті түрде пайдасын тигізеді. Бүгінгі тақырып мобилографияның YouTube-пен байланысы, немесе YouTube-тың мобилографиямен байланысы. Ешқайсында айырмашылық жоқ. Жалпы айтқан кезде екеуінің бір-біріне байланысы. Айтпақшы, арнаға тіркеліп кетіңіздер, subscribe. Арнаға тіркеліп кетіңіздер, сіздерден сұрайтыным, бұндай видеолар күнделікті шығатын болады, қолдан келгенше шығаратын боламыз. Бірақ видеоның осындай маңызды видеолар сіздер үшін шығаратын боламыз. Көбіңіз сіздер мені танымауы мүмкінсіздер, бірақ менде YouTube-та 90 мың подписчик бар. Яғни айтқанда жазылушы оқырмандар бар деген сөз. Оқырмандар дейміз, немесе көрермен дейміз, жалпы айтқанда подписчиктер десек дұрыс болады. Бұның бәрі қалай келді, қалай жиналды, және сол YouTube-тан мен айына ақша шығарып отырмын. Доллардың көтерілуіне байланысты кейде 300 мың, кейде 400 мың, кейде 500 мың, соның аржақ бер жағы жалпы айтқан кезде өздеріңіз білетіндей. Реальный нәрсе, өтірік бір нәрсе құлақтан тебу емес, бұл реальный нәрсе. Представляете, бұл не арқылы деп ойлайсыздар сол? Әрине бұл видео арқылы. Ал видео дегеніміз не екенін өздеріңіз білесіздер. Видео ол видеоға түсіреді, яғни камерамен, телефонмен деген сияқты. Ал сіздер ойланып көрсеңіздер, ол жерде менің видеомдағы барлық нәрсе 100% деп айтайын, жалпы жаңағы ақша шығарып 90 мың подписчик жинаған каналымдағы видеолардың барлығы телефонмен түсірілген. Және ол адамдар қалай осылай түсірген, көрінген адамдар деген сияқты. Сонда сізден ой туады, кімге түсірткізіп отыр? Ал ол видеолар TikTok пен Instagram'нан алынған видеолар болатын. Яғни тақырыпқа байланысты. Мейлі қандай видео. Ал егер сіз ойланып көріңіздер, мобилограф болсаңызшы, қарапайым адам сондай видеоларды түсіріп, одан ақша табатын болса, ал егер сіз мобилограф болып, керемет видео жасап, онда сіз одан 2 есе немесе одан да көп сіз пайда табатыныңызға сенімдімін. Енді өздеріңізге айтатын нәрсе, тақырыпты айта кететін болсақ, екеуі YouTube пен мобилографияның бір-біріне байланысы. Қалай байланысады бұлар? Екеуі бір-бірінсіз өмір сүре алмайды деп айтсам, қателесем әрине. Бірақ YouTube мобилографияға мұқтаж. Мобилографияға YouTube-қа мұқтаж емес. Бірақ ақша керек болса, көбірек табыс, бренд қалыптастыру, неше түрлі нәрселерді істеу үшін бірінші сіздерде кәдімгідей сапалы видео керек. Міне, сапалы видео қайдан шығатынын өздеріңіз білесіздер, білімнен шығады. Ал білім ол мобилография курсы болсын, біздің каналымыздағы, айтпақшы, сол курстың сілтемесі болады. Сіздер тегін көрсеңіздер болады сол жақта. Жай ғана көріп, сіздердің лайктарыңыз үшін, подписка, яғни сіздердің жазылғандарыңыз үшін біздер сіздерге арнап, сіздерге бір осы қазақ тіліндегі контент дамысын деп біздер тегін курс салған болатынбыз. Яғни Асқат Шыналиевтің курсы деген телепорт. Соның астында, яғни осы сілтеменің астында болады. Өздеріңіз көріп, тамашалап. Әрине осы видеодан кейін арнаға жазылып, сол жерде тамашаласаңыздар, өздеріңіз үшін өте керемет болады. Және лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Енді қатты байланыс айтатын болсам, бұл екеуі бір-біріне, яғни өте қажетті нәрсе деп, тығыз байланыстағы нәрсе деп айттық. Өздеріңіз білетіндей, мысалы сіз мобилография курсын немесе жалпы айтқанда мобилограф болдық делік. Енді мен TikTok пен бүгін Instagram жайлы айтпайтын боламын. Олар туралы өз алдымызға, яғни өз алдына осындай жеке тоқталып айтатын боламын. Мобилография мен Instagram'ның байланысы немесе TikTok-тың байланысы деп, бүгін біздер YouTube жайлы айтатын боламыз. Неге именно YouTube? Неге ол мобилография? Себебі YouTube-тың өздеріңіз білесіздер, ол жерде авторлық право деп айтайыншы, потому что құқық дегенге тілім кішкене келу, шығару қиын ғой, жалпы айтқан соны айту. Авторлық право деп айтайыншы, copyright, яғни сіздің неңіз. Авторлық правода сіздің ол контентіңіз, музыкаңыз жарайды, тіпті видеоңыз болсын, соны қорғау дегенді білдіреді. Сіздерге мобилографтарға қатысты фильммейкер деп болмаса, фильммейкерлерге айтатыным, сіздерде видео болады. Сіздер өздеріңіздің видеоларыңызды YouTube-қа жүктеген кезде автоматты түрде сіз уже сол видеоға ие бола аласыз. Ол видеомен сіз мүмкін біреуге бөлісесіз, одан келген табысты сіз ғана аласыз, немесе біреумен бөлісесіз, оны сіз ғана шешесіз. Мысалы, бұрынғы кездері авторлық праваны қорғау үшін әркімге барып жазып, дәлелдеп, мынау меніңкі, анау емес, қазір YouTube-қа жүктейсіз, ол сіздікі болады. Егер сіз біреудің видеосын ұрлап салатын болсаңыз, оған мен кеңес бермеймін ешқашанда.
ұрлап салатын болсаңыз, онда мен айтатыным сіздерге ондай нәрсемен айналыспаңыздар әрине. Кеңес бермеймін ондайға. Сізден бұрын сіз де ие боласыз ол видеоға, бірақ сіздікі ол дұрыс болмайды. Күндердің күнінде немесе уақыт өте келе сіз ол видеодан айырылатын боласыз. Нәтижесінде сіздің каналыңыз, яғни сіздің арнаңыз, яғни YouTube-тағы арнаңыз өзіңіз ашқан бір үлкен минус болып қалады. Яғни сіз 3 рет солай жалып алатын болсаңыз, страйк деп айтады. Мен сіздермен термин түрінде сөйлей бергім келмейді, бірақ страйк деген сөз жаңағыдай 3 рет ескерту. 2 рет ескерту аласыз, 90 күн ішінде 3-ші рет алсаңыз, онда сіз арнаңыздан айырыласыз. Ұрлай беруге болмайтыны. Енді бұны ойланып көрсеңіз, не үшін ұрлай беруге болмайды? Өйткені біреудің еңбегін сіз қол салып пайдаланып жатсыз. Ал сіз модель болсаңыз, өзіңіздің видеоңызды өзіңіз жасайсыз. Енді тағы да бір айтатын нәрсе, мысалы сіз біреуге барып айтыңызшы, сіз әлемге атыңыз шыққыңыз келе ме? Атыңыз. Мысалы сені Америкадағылар көреді. Европа, неше түрлі дамыған елдегі адамдар сіздің видеоңызды көреді. Сосын айтып, ол қалай ол? Давай мен солай жасап көрейін. Мен сол жолды айтып кетемін сіздерге. Лайфхак бұл деген өте маңызды нәрсе. Осы жерде жақсылап тыңдап, осыны істеп көріңіздерші. Өтінемін сіздерден, пожалуйста. Осыны сіздер істеп көріңіздерші. Сіз не істейсіз? Сіз әдемі видеоны түсіріңіз. Мейлі өзіңізге ұнайтын неше түрлі тақырыпта. Әрине YouTube-тың шеңберінде, яғни YouTube рұқсат еткен видеоларды түсіріңіз. Оны бұл бөлек тема болады, жалпы айтқан кезде. Нені YouTube рұқсат етеді, нені YouTube рұқсат етпейді. Жалпы айтқан кезде көпшілікке тарайтын видеолар, ұялмайтын, қорқынышты емес, неше түрлі әдемі видеолар жасаңыз, сіз соны шортсқа жүктеңіз. Шортс деген не? Шортс деген қысқа деген, яғни қысқа видеолар. YouTube-тағы 1 минутқа жетпейтін видеолардың барлығы шортс болады. Instagram-да Reels, білесіздер, TikTok-тағыдай сондай видеолар. Сіз соны шортс қылып, яғни YouTube-ға жүктеңіз өзіңіздің видеоңызды. Вертикальный ұстаңыз, телефонды тік ұстап салатын болсаңыз, сіздің видеоңызды, яғни сіз орысша немесе қазақша немесе ағылшынша жазатын болсаңыз атын, мейлі сіз ағылшынша білмеуі мүмкінсіз, сіз Google Translate-ға барып жазып, там қазақша мысықты түсіріп, немесе жалпы айтқанда, сонда видеоны түсіріп, сіз салып көріңіз шортсқа. Солай тоқтатпай сала беріңіз, сіздің видеоңыз алдыға атып кетеді, тіпті 10 мың, 50 мың, 100 мың просмотр жинайды. Миллион жинаудан мүмкін. Сосын сіз аудитория, яғни оның ішіндегі аналитикасына кіріп, аудиториясын қарап көріңіз. Сіздің видеоңыз қай жақтан қараңыз? Сізді, мысалы, Алматы, немесе Қазақстанның бір жерін, тіпті ауылда, даже алыс шалғайдағы жерде отырып, сіздің видеоңызды Европа мен Америка көретін болады. Мен басқа елдерді барлық бүкіл әлем көреді деп айтсам да, артық айтпаймын, бірақ бізге сол дамыған елдердің адамдары сізге көреді. Сіз ойланыңыз енді, қандай бұл мүмкіндік? Бұл мен өтірік айтып жатқан жоқпын. Өздеріңіз барып істеп көріңіздер осы. Осы видеоны көріңіздер да, соны мен айтты дейсіздер, келіп маған лайк басып кетіңіздер. От души алдын ала басып кетсеңіздер де болады. Каналға жазып кетсеңіздер де болады. Бұндай лайфхактар жібере алмаңыздар, әрине. Мен күнделікті алдағы уақыттарды салып отыруға тырысамын, қызықты видеоларды сіздер үшін. Сіздер соны жасап көріңіздер. Телефонмен түсіріңіздер әдемілеп. Жақсылап біліп алыңыздар, бірақ ол жерге сауатты әдемі видеолар керек. Случайно түсіруге болады, но сіз қашанғы случайно жүресіз? Сіз даму керексіз. Сол үшін де сіз әдемі видеоны түсіресіздер, шортсқа салып көріңіз, сіздің видеоңыз 10 просмотр жинайды, сізде 0 подписчикте болуы мүмкін баста. Сізге подписчик келіп бастайды. Мен айтты дейсіздер, сіз көрсеңіз болады. Қарап отырсаңыз, Америкадан көрген, Южный Америка, Европа, Дубай, Эмират, сондай алдағы елдер бар ғой, дамыған елдер мысалы, Европаның біраз елдер. Сондай елдер сіздің видеоңыз, сондай елдің азаматтары, сол елдің тұрғындары, сол жерде тұрып жатқан адамдар сіздің видеоңызды көретін болады. Бұл не деген сөз? Сізде үлкен мүмкіндік туды деген сөз. Осы нәрсені сіз обязательно істеп көріңіз. Бұл сіздерге айтқан бір лайфхактар немесе бір білімім деп айтсам да болады, көмектескен. Мен де солай шетелге видеомды көрсеткенмін. Сіз неше түрлі видеоны түсірсеңіз де болады. Food съемка дегеніміз ол кухнядағы, яғни тамақтың қалай жасалуы, немесе неше түрлі охота жайлы болсын, мысалы, балық аулау, неше түрлі видеолардың категориясын YouTube-тан көріп алсаңыз болады. Солар сияқты сіз де өз телефоныңызды қолыңызға алып түсіретін болсаңыз, сізде де сондай просмотрлар жинайды. Сізде 0 подписчик уже бір айдан кейін 5 мың немесе 10 мың подписчик жиналады. Ол шетелдегі подписчик, яғни Америка, Европа дамыған елдерден. Ал оларға сіздің атыңыз шықса, онда бұл вообще керемет нәрсе, шынын айтайын бар ғой. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазыңыздар, лайк басыңыздар, сау болыңыздар.